Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін ерекше әдіспен нан пісіретін боламыз. Мантоварка деп буды нан пісіретін боламыз. Өте әдемі болып шығады. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып, осындай күн тәріздес нандар дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, маңызды секреттерін жібермей алмайтын боласыздар. Ең алдымен бізге осындай жылы су қажет болады. Үстінен дрожжымызды, тұзымызды, сұйық майымызды салып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымыздың, қамырымыздың июін қандырып, барынша жақсылап илеп шығатын боламыз. Иленген қамырымызды бетін жауып, біз жылы жерге қоятын боламыз, қыздар. Бізде сұйық май не үшін қоспасақ та бола ма деп алдыңғы видеода сұраған еді. Сұйық май қоссаңыздар, нандарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа орап қоятын боламыз. Қыздар, сіздерді керемет парақшамен таныстырғым келіп тұр. Сәукеле қоржыны деген каналында тәтті тағамдармен бөліседі. Бір жасаған нан шығатын рецепттер және де тағы да сәукеле қоржыны, яғни қыз жасауына арналған бұйымдарды да көрсететін болады. Каналына кіріп, пайдалы ақпараттар алсаңыздар болады. Осы видеоның астына сілтемесін қалдыра кететін боламын. Міне, қыздар, біздің қамырымыз ашыды. Дәл осы қамырды біз қазір 3 зуалаға бөлетін боламыз. Өйткені бұл зуалалар бізде үлкен нан болып келмейді. Кішкентай ғана күлшелер дайындайтын боламыз. Егер де көп нан қалайтын болсаңыздар, осы рецепті 2 есе қылып жасайтын боласыздар. Сонда сіздерде 6 күлше нан шығатын болады. Әсіресе қонақ күткенде, құдалықтарға жасасаңыздар, кішігірім столдың сәнін ашатын өте керемет рецепттердің бірі. Барлығын зуалаға бөліп алып, бетін жауып 15 минутқа қоятын боламыз. Біздің нандарымыз көтерілу керек. Міне, біздің 15 минутымыз өтті, нандарымыз көтерілді. Енді осыны тура нан жасағандай етіп, орталарын басып, әдемі күлше нанға келтіретін боламыз. Шет-шетін қатты баспаймыз. Қазір біз шет-шетін бәрін осылай гүл тәріздес етіп, барлығын шетін қысып алатын боламыз. Жақсылап қысамыз, өйткені қазір бізде нан піскен кезде жабыстырған жеріміз ажырап кетуі мүмкін. Енді осындай нан ұрғыштың көмегімен жақсылап ұратын боламыз. Қатты басып ұрамыз, өйткені нанды пісіру барысында біздің нанымыздың ортасы көтеріліп кетуі мүмкін. Пергаментке жайғастырып, мантоваркамызға қоятын боламыз. Біздің мантоваркамызда су қайнап тұр. Бетін жауып 3 минут буда қайнататын боламыз. Міне, бізде 3 минут өтті. Енді дәл осы нанымызды алып, профинге жайғастыратын боламыз. Біздің бетіне жұмыртқаны жағып, үстінен күнжітті сеуіп, духовкада қызып тұрған печкамызда пісіріп алатын боламыз 15-20 минут. Бұл әдісті жасағанша духовкада пісіре салам ғой деген қыздарда болды. Бірақ бұл әдіспен пісірген нанның дәмі ерекше болып шығады. Міне, видеоның өзінде де көрініп тұр. Нанның түрі де, дәмі де әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.